Бәріңе сәлем, осыдан алдыңғы Каспийдегі дайын сборкалардан кринжавать етемін деген видеода мен сендерге 400 лайк жинасыңдар, инстаграмдағы ПК құрастыру туралы магазиндерді тексеремін деп айтқан болатынмын. Бұл ісімнің мақсаты, егер де сендер компьютер алсаңдар, магазин таңдаудан шатаспау үшін. Тек сендер бұл 400 лайкты бір аптада жинап, мен асықпай видео шығарып үлгеремін деген оймен айта салып едім. Бірақ жоқ, сол видео шыққаннан кейін 8 сағатта жинап тастапсыңдар. Рахмет сендерге, өздеріңнің мықты екендеріңді тез дәлелдедіңдер. Бірақ енді видеоны сол уақытта шығармағаным үшін ештеңе болмайды деп ойлаймын. Мен сонда да әйтеуір өзімнің уәдемді орындадым. Бұл видеодағы ешқандай магазинді мен сендерге реклама жасамаймын, тек достойныларын ғана айтамын. Ал недостойный, неудобный, кринжовый, әсіресе товарлары выгодный емес магазиндерді кәдімгідей айтатын боламын. Видеодағы әр магазинді өзім лично 10 рет тексеріп барып сендерге шығарып тұрмын. Сондықтан да мен лайкқа достоймын деп ойлаймын. Ал енді видеоға кеттік, короче. Неге мен инстаграмдағы магазиндерді тексеруге Каспийдегі магазиндерден қарағанда үлкен назар аударамын десеңдер, Каспийдің магазинінің любой товарына кірсеңдер, ешқандай өшпейтін отзывтар астында жазылып тұрады. Ал инстаграмда отзывтардың шынайы екені белгісіз. Жаман комментарийді олар удалить ете салады, ал актуальныйда тұрған отзывтарды қолдан жасауға да болады. Сол үшін инстаграмдағы ПК деген запроспен тапқан ең алғашқы магазиніміз туралы айтайық. Ең алғашқы магазиніміздің аты G-Store PC. Бұл магазиннің описаниясында компьютере премиум классы, собираем комп-клубы, Каспий рассрочка және адрес мен доставкасы жазылып тұр. Актуальныйында өздерінің товарлары, қалай YouTube каналында видео түсіретіні, қалай сторис түсіретіндері және адресі салынған. Қалғандары бізге маңызды емес, себебі отзывтарды бағана айтқандай қолдан да жасауға болады. Ал басқа инфо бізге қызық емес. Ең күлкілісі бұлардың посттарында. Давайте бастайық. Ең соңғы постында компьютер клубтарын реклама жасаған. Бұл жерде компьютер клубтың ценасы сағатына 700 теңге екен, еще ең жақсы баға деп қойыпты. Адамдар комментарийінде 700 теңге сағатына өте қымбат деп жазған, сосын бір адам неге қымбат, комфортқа ақша төлегісі келмейді деп жауап беріпті. Давайте ойланайық. Біріншіден компьютер клубтағы компьютерлеріне мән берсек, RTX пен видеокарта екенін анық қылып салып қойыпты. Базар жоқ, мен келсем RTX видеокарта мен компьютер тұр екен. Бірақ нахуя? Вот енді ойланыңдар, компьютер клубта RTX тұрса да, либо RTX 2060, либо RTX 3050 салынады. Себебі ешқандай бизнесті өз пайдасына істегісі келетін адам RTX 3080, 3090 салмайды. Салғанның өзінде 90% комп-клубқа келетін клиент либо CSGO, либо Dota ойнайды. Ал ол ойындарды даже затычка видеокартамен комфортно ойнауға болады. Жарайды, оларды ойнамаса да, все-таки ол требовательный онлайн ойын ғой деп Warzone ойнады дейік. Бірақ Warzone 2-нің графикасымен ойыны слишком бактарға толы, әрі дұрыс жасалмағандықтан 70-80% Қазақстандағы геймерге сұранысқа ие емес. Сұранысқа ие болғандар давно компьютер немесе PlayStation сатып алып ойнайды, себебі ол ойынды көтеретін компьютерлер мен комп-клубтар табу қиын. Енді келесі элементіне назар аударсақ, девайстары. Біріншіден, мен түсінем, олар қандай девайс алса да өздері біледі. Бірақ мына комп-клубта қымбат, өз ақшасына тұрмайтын Asus ROG версиясының девайстары комп-клубтың қымбат бағасын аргумент жасағандай болып тұр. Екіншіден, AliExpress'тегі девайстар демеймін, просто қиналмай, егер де орташа бағадағы HyperX-тің девайстарын сатып алып осында қойып қойса, заезженный бренд болса да бәрі үйреніп қалған. Әрі компьютер клубтың бағасын да арзандатуға болар еді. В общем, мен сендерге компьютер клубтарын кеңес бермеймін, енді біз сборкаларын көрейік. Компьютер сборкаларын хотя бы норм деп ойладым, бірақ сразу айтайын, сборкаларында таңдалған комплектующий өз бағасына не стоящий. В основном, осыдан жақсыларын сол бағадан арзанға табуға болады. Оған қоса сборкалардың үстіне көп ақша қосып сатады. Мысалы, ең соңғы сборкаға қатысты посттың қарасаңдар, характеристикасы мынандай. Видеокарта RTX 3060 ГБ гейминг оси. Процессор Intel Core i7 12700KF. Материнский плата гигабайттан Z690 деген чипсетпен. Оперативный память Kingston Fury 1616-дан 32 гигабайттық түрі. SSD накопитель 1 терабайт Kingston NVMe. Жесткий диск тоже 1 терабайт, охлаждение Deepcool Assassin 3, блок питания гигабайттан 750 ваттық түрі, корпус Asus TUF G531. Бұл жерде RTX 3060-тың орнына 930 мың бюджетке сборкадағы ақшаны алып қалғанның өзінде RTX 3070 Ti немесе RX 6700 XT алуға болар еді. Еще кулері мынандай 65 ватт TDP-лық процессор үшін өте қымбат сияқты. Себебі Intel'дің көп процессорын даже 10 мың теңгелік кулердің өзі суыта алады. Жарайды, осыншама қымбат кулер алды дейік. Енді неге воздушный алғаны түсініксіз. Водяной кулерлер осы бағаға сенімдірек әрі разгон жасауға мүмкіндік ашар еді. Қысқасы, мен мына сборканы ешқандай нормальный адамға кеңес бермес едім, одан да Каспийдағы оверпрайс дайын сборканы алғаным дұрыс. Қысқасы, магазин қарапайым клиенттік тексерістен өтпеді, енді біз келесі магазинге кеттік. Келесі инстаграмдағы магазиніміз FPS Shop. Бұл магазиннің описаниясында немен айналысатыны жазылған, өте ыңғайлы, ал актуальный
актуальныйында тағы да белгісіз отзывтар тұр. Бірақ жарайды. Келесіде ASMR және процесс сборки деген актуальный тұр. Бұл енді маңызды емес, лучше компьютердің бағасына мән берейік. Бұл магазинде алды айтатын бір магазиннен қарағанда бағалар жазылып тұр екен. Енді рандомный сборкаларын алып өзіміз құрастырып көрейік. Ал эксперимент ретінде соңғы ПК-сын аламыз. Мына ПК-ның бағасы 439 мың теңге екен. Характеристикасы AMD Ryzen 5 2600, материнский плата ASRock-тан B450 деген чипсетпен, оперативный память дискілдан 16 ГБ DDR4 3200 МГц, яғни 8-8-ден 2 плашка, видеокартасы RTX 2060 Super, SSD Kingston'dan 500 ГБ, блок питания Zalman Megamax 500 Вт, кулер ақ түсті ID Cooling, ал корпус Deepcool MagCube Green. Мен барлық комплектующим белый ветерден іздеген кезде видеокартасы 230 мың теңгеге шықты. Ал видеокартамен 450 мың теңгедей болды. Қысқасы ПК өз бағасына стоит, мына магазин тексерістен өтті. Неге тез айтып тастадың деп айтпаңдар. Магазинда просто айтатын ештеңе жоқ. Жақсы магазин, тек заказ берместен бұрын барлығын тексеріп алыңдар. Себебі сырт көзге барлығы жақсы сияқты болып көрінеді. Енді біз келесі магазинге кеттік. Келесі магазиннің аты 4 Game Shop KZ. Инстаграмның дизайны былай өте әдемі, бірақ та біз оған қарамаймыз. Описаниясына қарасақ, качественный комплектующий, обслуживание в течение года, сборка ПК новый и бу, выгодные цены, консультация специалистом, доставка и ремонт деп жазылған. Енді қарапайым ПК сататын магазиндер сияқты. Актуалында тура сондай сияқты процесс сборки, яғни қалай компьютерді құрастыратын туралы жазылған, және қалай төленетіні, не компания екені, және тағы да басқа обычный магазин сияқты жазылған. Әрине бұл жазғандарының бәрін өздерінің страницасынан көрмедім. В основном көптеген мемдар, әртүрлі фотолар, компьютерлердің суреттері және де тағы да басқа керек емес заттар тұр. Оның ішінде әйтеуір бір сборканы таптым, вроде нормальный сияқты. Қысқасы менің түсінгенім бойынша бұл магазин өздерінің сборкасын Instagram арқылы сатпайды, либо Instagramы түсініксіз. Себебі игровой компьютер құрастырамыз деген Instagramда қандай компьютер құрастыратыны туралы бірақ пост қана бар. Және мен даже дайректтеріне де жазып та қойдым. Әлі жауап бермеді. Егер де жауап берсе, мен телеграмға саламын. Енді біз келесі магазинге кеттік. Бағаналы бері дайын компьютер сататын магазиндерді іздеп отырып, менің Инстаграмда тапқан көп сервистер, оказывается, компьютер құрастыру туралы көп инфо жазбайды екен. Бұл маған да түсініксіз, және видеоның басты мақсаты Инстаграмдағы сборкаларды тексеру болып еді, ал қазір Инстаграмдағы компьютер құрастыратын магазиндерді ыңғайлы ма, соны көретін видеоға айналғандай болды. Осыған қарап ақыры өзгеріпті, сол үшін мен қызықты компьютерлердің комплектующин сататын магазинді таптым. Space Comp KZ. Бұл магазин хотя бы егер де ПК-ға комплектующий іздегендерге пайдалы болады деп үміттенемін, ал оны біз қазір көреміз. Описаниясында сборка ПК деп жазылып тұр, хотя аккаунтының өзінде ол туралы бірде-бір инфо жазылмаған. Соған қарасақ, мүмкін дайректке жазу керек шығар, бірақ ол ыңғайсыз, себебі клиент келген кезде кішкентай болсын сенім үшін сборка туралы пост болу керек. Мен мысалы бұл Instagram аккаунттан сборка заказ бермес едім. Және одан кейін компьютерный комплектующий деп жазған, бұл енді дұрыс, себебі профилінде посттардың өзі айтып тұр. Даже актуальныйында видеокарталар, мониторлар, наушниктар және тағы да басқа товарлар тұр. Үшінші жазғаны цена по совместимости деп жазған, шынымен де комплектующилардың бағасы магазиндағымен бірдей. Тек мен бұл Instagram аккаунттан алмас едім, себебі көптеген тех магазиндер мынадан 100 есе сенімдірек. Және ең астында қанша ПК құрастырғаны туралы жазыпты, хотя отзывы тек 3-ақ. В общем, Instagram аккаунт 50-50 тексерістен өтті, вроде сенуге болады. Бірақ комплектующилардың бағасы магазиндікімен бірдей болғандықтан бұның мағынасы жоқ сияқты. Енді біз көп сөйлемей келесі магазинға кеттік. Келесі біздің бұл видеодағы ең последний магазиніміз бұл eShop KZ. Менің байқағандай магазинде олар тек қана дайын ПК-ларды сатпайды екен. Егер де актуальныйсын қарап шықсам, бірінші ешкімге белгісіз отзывтар. Әрине бұлардың арасында может быть жаман отзывтар да болуы мүмкін, тек ол туралы көп инста магазиндер салмайды. Келесілерінде девайстар, флешкалар және комплектующилар сатылатыны туралы жазылыпты. Байқағандай кейбір бағалар не актуальный екен, бірақ оның салынған күндеріне қарап кешірейік. Хотя бір шетінен ол кезде салынған затты магазин алып тастап отыру керек еді. Келесінде данныйлар жазылған екен, яғни адрес, номер. Бұл инфолар аккаунттың описаниясында жазылғандықтан бәрібір ыңғайлы болып қала береді. Бұның барлығына қарап магазин ыңғайлы екенін түсінеміз. Тек ары қарай ақтаратын болсақ, сервис қалай жұмыс істейтін туралы стористар тұр, бұл почти пайдасы жоқ. Себебі фотолар олардың нағыз жұмысын көрсетпейді. Келесі актуальныйында услугалар жазылған екен. Енді мен сендерге бұл магазиннен услуга алуға вообще кеңес бермеймін. Себебі мынандай бағалар слишком қымбат деп ойлаймын. Мысал ретінде Windows-тың активациясы 70 мың теңге дейді. Әрине мен мына видеода пираттардың заттарын пропаганда жасамаймын, бірақ менің не айтқым келіп отырғаны сендер өздерің де білесіңдер. Ал компьютердің сборкалары туралы айтсам, магазин максимально ыңғайсыз, себебі біріншіден магазинде қандай ПК құрастыратыны жазылмаған, ал жазылған ПК-лардың барлығына демеймін, бірақ көбісінде цена көрсетілмеген. Егер де бұл магазиннен бір товарды немесе услуганы алатын болсаңдар, тек вроде коврик қана выгодный. Қалған заттардың бағалары немесе магазиннен қымбат, немесе магазинмен бірдей. И то ковриктің өзінде арзан болғанымен таңдауы аз. Сол себепті бұл Instagram аккаунт әр адамның өз таңдауы. Қысқасы, мына видеода көрген магазиндерден байқағандарыңдай, мен особо имбовый магазинді көрмедім. Либо көбісі техномагазиндерден айырмашылығы жоқ, ал кейбіреуі вообще техномагазиннен жаман. Ал өздеріңде білу керексіңдер,
магазиндер Инстаграмда нормальный бизнес жүрүү үчүн ол техномагазинден артыкчылыктары болуу тийиз. Эгерде ондай болмаса, Инстаграм магазинден алганда мағына болмайды. Әрине мен Казакстандагы барлык инста магазинди текшермедим, өйткөнү кээ бирөө заброшенный аккаунт, ал кээ бирөө энди дамып жаткан эди. Тек осы видеода менин койгон условиям подписчик саны 1000-нан 10 000га дейин болуу керек болгон. Және сол себептен мен көбүң билетин Starline.com'ду карастырмадым. Бул инста магазин энди көп жыл бою бар болгондуктан башкаларынан караганда алде кайда тажрыйбелүү. Сондуктан минусу жок, оған тийиспеймин. Тем более бул аккаунтты барлыгы билет. Кыскасы, видеону лайк басып, осы жолу бир күндө 500 лайк жинайды деп ойлоймун, және комментарийга Instagram магазиндерден алууга стоит ба, сону жазып кет. Ал каналдын конагы болсаң, подписка жаса. Осы мен видео аякталды. Давайте, короче.